осы сабағымыздың мақсатымызды танысайық. Мақсатымыз біздің конструкторда ыңғайлы мобильді қосымшаның интерфейсін құру және кодтың блоктарымен және символдармен мобильді қосымшаны жасау. Әзірленген мобильді қосымшаны орнату жолын түсіндіру. Келесі оқушылардың күтілетін нәтижесі мобильді қосымшалардың ниетпен біліп интерфейсіндегі бағдарламаны орнатып жұмыс жасайды. Өткен сабақта біз балалар үй тапсырмасын бердік, иә? Сол үй тапсырмасын бір-бірімізбен көршілерімізбен жаңағы үй тапсырмасын есеп шығарайық. Дұрыс па екен? Үй тапсырмасына не берді? Үй тапсырмасына не берді балалар? Тапсырма берді, иә? Кім орындады? Бір-бірімізді тексерейік. Bir-birimizin daftarını alayım. Boş bir gün. Karaçak. Alsın. Daftarını. Boş bir gün. Kimse yapacak. Arkadaşlar aldığınız zamanlar çok da böyle gel. Kağıt fotoğrafları söyledi. Her top bize akıllı oldu. Birinci top bize aldı top oldu. Yirmi top bize музыкантқа шыштық суретшілер болды. Сол топ бойынша бізде міне бағалы тараны топашылар бағалап отырайық. Бағалап отырамыз. Ал бағалау тараны бізде мынандай көп қабатты үйлерге бағалау тараны өткіземіз. Әр тапсырмаға бүйтіп бағалау 2 балдан қойып отырамыз. Евро, вот тошқалардың үйлерден тапсырмаларға өтіп балаларымызды қойып отырамыз. Соңында жаңағы мынау топ басшымызға береміз. Этаждан этажға секіріп отырамыз. Тексеріп балалар дұрыс па екен? Үй тапсырмасы орындаса, мақа қойып тұрайық. Алдымызда берген тапсырма бар, иә? Өткен сабақ қайталмасаңыз тапсырма бердік, иә? Сол тапсырманы ашайық. Бұл бәйге деген жарысы. Сіздер алдыңызда тұрған компьютермен жасасыздар. Өздеріңіз бірінші аттарыңызды қоясыздар. Бірінші неге? Бәйгенің жарысына, иә? Атқа. Екінші атқа компьютердің өзі қоясыздар да жарысасыздар. Қанша балаларыңыздар сұраққа жауап беріңіздер, өздеріңізді бағалап отырасыздар. Дұрыс па, дұрыс емес па осы жерде? Жоқ, топпен емес. Жеке көз болады. Өйткені барлығыңызда да бар, компьютер бар. Астынан басталасын, жоғары қабатқа көшіріңіз. Бірінші үй тапсырмасы, одан кейін екінші тапсырма келді. Үй тапсырмасына да отырған, иә? Төрт емес, 2 балл. Әр тапсырма атады. Келесі тапсырмаға көшіріңіз. Janlardan bir o'qishi kelgizdi. Endi na 3 ақша беріп келіңіз топташылар. Тез-тез nama arasында қандай жасалған. Сол қандармен топқа бірінші кімға не берді жаңағы? Екінші.
балалар, қазір өзіңізге тапсырып бересіз. Осыған да сіз өзіңіздің жауабыңызды құрастыруыңыз керек. Құрастырып, иә, алдыңғы сауаттарға сіздер құрастырып шықтыңдар. Енді соны тексереді, иә? Жұмыс жасайды, ақылы жұмыс жасамайды. Сіздер ашқанға келіп бар. Осы бейіп ашады, иә? Осы бетте біз не таңдаймыз? Қайсысын таңдаймыз? Бірінші. Сол сақтамаймыз. Ага. Проекты есть? Мои проекты. Ага. Я вот уже өзіміздің жасаған бірінші мән, екінші мән, содан кейін альпинистика амалдар, жаңағы альпинистика амалдар шығамыз. Мән береміз. Осылай жобасы субасы істегеннен кейін блоктарға өтеміз, иә? Өзіміздің керек альпинистика амалдар шығамыз. Тогда дизайнермен барып өзіміздің бірден сақтаймыз, иә? Міне. Создавать идеи на самом Кандидатның жеті нотасын алып, өз әрқайсысына дауыстар беріп, кәдеде ең бірінші не істедік? ең алғаш экранда кәдеде қайды. Ойлануды қоямыз. Кәдеде кнопка арқылы жеті кнопка қоямыз. Кәдеде жеті кнопка қоямыз, сол жеті кнопканың әрқайсысына атау беріп, сол атаудың ішіне bizga aytgan kalimalar notалар bitib, so'ng aralashtirib ketdik. Bundan keyin muvofiq qilamiz. Блокқа сендер не оқыдыңдар? Музыкаларын қайдан алдың? Түсіндіріп айтыңдаршы. Музыкасын қайдан алдың? Google-дан іздеп аламыз. Міне астында тұр ғой, не істедің? Атауын берді, иә? Адаспау үшін, иә? Сосын? Оны не істедік? Қалай жүріп кеттік? Сақталмайды, иә? Сіздер алдында сақтап қойған нелер затты жоғалған. Бұл сақталмайды, иә?
бұл режим қосымшаның түрлі компоненттерін орналастыру үшін қолданылады. Бұл қандай режим? Келесі, жаңа қосымша жиынтықтарының атауын атаңыз дейді. Бұл қандай қосымша? Егер дұрыс болмаса, дұрыс екен. Жарайсың, тамаша. Келесі сұраққа көшейік. Қосымшада түрлі әрекет орындалатын бірнеше экран қолданылатын бөлігін атаңыз дейді. Ол қай бөлік? Қосымшада түрлі әрекет орындалған бірнеше экран қолданылатын бөлікті атаңыз дейді. Қандай бөлік? Айнымалар. Жаңа екі адамдарыңыз бар. Қарау ма? Тамаша, жарайсың. Екінші, екі адамның жауабы дұрыс болды. Келесі. Бұл жобада қолданып жүрген қандай тізім орналасқан дейді. Бұл қандай тізімдер? Массив, блоктар, тарау, компонент. Қайсысы? Компонентті ойлайсыздар. Жарайсың, тамаша. Келесі. Экранның бұл бөлігінде қандай қосымша компонент орналасқан дейді. Ол қандай қосымша компонент? Айнымалылар дейді. Қасиет компоненті, үстілік және рәсімдер компоненті. Осы үшін қайсысы деп ойлайсыздар? Білеміз. Бұл өткен сабақта екі мақсатына қойған. Қасиет деп ойлайсыздар. Жарайсың, тамаша. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ. Қандай кешен қосымша мен оның компоненттерін тәртібін программалау үшін қолданады? Математикалық блоктар, математикалық рәсімдер. Қосымша мен оның компоненттерін тәртібін программалау үшін қолданады. Тәртіппен программалау. Математикалық жарайсың, тамаша. Келесі. Келесі сұрақ бізде қандай блок тобы құрған компоненттерге белгілі әрекеттерді, функцияларды сіздеп отырады. Осылардың ішіне кіріктірілген бе, әлде басқа ма? Блоктар ма, қасиеттерін қайсысы деп ойлайсыз? Кіріктірілген бе, иә? Дұрыс, Сандуға, жарайсың, тамаша. Өзі сабаққа жасап салып аяқ? Барлық компоненттер үшін ортақ блоктың тармақталуын не деп атаймыз? Блоктар тармақталуын не деп атаймыз? Басқару ма? Үстел ма? Мәтіндер ма? Математикалық ма? Қайсысы деп ойлайсыз? Басқару деп ойлайсыздар, иә? Көрейік біздер. Жарайсыңдар, тамаша. Біреуіне де жауап бересіздер. Кім жауап береді? Келесі қасыма. Ауқымдар, тізімдер мен жұмыс істеуге арналған блок түрін атаңыз дейді. Математикалық, А, Б массивтер, С логикалық, Д айнымалық. Қайсысы қайсысы ойлайсыз? Жарайсың, тамаша. Келесі сұраққа көшейік. Қосымшаның ішіндегі параметрлермен орындалатын және функцияларды анықтайтын блок түрін атаңыз дейді. Блоктың кіріктірілген блок, рәсімдер блогы, үстел блогы, мәтіндер блогы. Осылардың ішінде қайсысы ойлайсыз? Функцияларды анықтайтын блок. Ал, рәсімдер блогы, иә? Тамаша. Тамаша, келесі сұраққа көшейік. Мобильді қосымша құру кезеңдерін көтеріңіз дейді. Қанша кезеңдер тұрады? 4-еу, 2-еу, 3-еу және 5-еу. Қанша кезеңдер тұрады? Қосымшаны құрату кезеңдері. 3-еу, 3-еу,
оған біз ат беру керекпіз, иә? Мысалы, шетелде ағылшын тілінен мысалы калькулятор деген сияқты, суретшілер деген сияқты, музыканттар деген сияқты бір атау беру керек. Атау бермесе болса қалай дейді. Келесі тапсырманы көшейік. Ал келесі, мобильді қосымшаны неше түрде орнатуға болады дейді. Неше түрде орнатуға болады? Төртеу, үшеу, біреу, екеу. Неше түрде орнатуға болады? Мобильді қосымшаны жүктеуге болады. Үш түрге бар. Үш түрге. Біреу болады. Екеу болады. Ю сияқты және Q үш такой қандай жағдайда есептегіштерді қолдана тиімді? Қандай жағдайда есептегіш секілді қолданма тиімді? Есепті шешу кезінде, математикалық мәнді енгізу кезінде, локальды айнымаларды енгізу кезінде, массивтерді енгізу кезінде. Осылардың қайсысы дұрыс деп ойлайсыз? Математикалық мәндерді енгізу кезінде. Есепті шешу кезінде жарайсыз, тамаша. Тамаша. Өзіңді тамаша арыз қосылған, олай болса олар жобаны таныстырды, аяқтап енді біз кері байланысында Google Jamboard қысқасында кері байланысында әрқайсымыз Google Jamboard ашайық. Кері байланысында ашық ма? Қалай? Қандай жазып? Есімдерін жазып кетсін? Есімдерін жазып кетсін? Бастады сабақ я болады. Сондықтан қазір күнделікті бағаларды көрмейді. Да, топ ашылар. Бағалар жазылып сабақ. Бағалар сабақ. Топ ашылар. Кері байланыс тез жазып, бағалар